Петропавл қаласында жаңадан пайдалануға берілген Назарбаев зияткерлік мектебі бүгін алғашқы шәкірттеріне есігін айқара ашты. 500-ге тарта дарынды бала еліміздің ең үздік деген білім ұясына қабылданып, білім күнін ерекше көңіл күймен атап өтті. Тақырыпты әріптесім тарқатады. Бақыт Мұхамедия Назарбаев зияткерлік мектебінің 11 сынып оқушысы. Іріктеу кезеңінен терең біліммен алғырлығының арқасында сүрінбей өтіп, арманына айналған оқу орнына қабылданыпты. Бүгін жаңа мектебіндегі алғашқы қоңырауды естігенде қатты толқыдым дейді. Менің ойымша, осы мектеп менің болашағыма өте зор үлесін қосады. Біз осы мектепке түсу үшін әрине өте көп еңбектендік, қаншама кітап оқыдық, биология жағынан, химия жағынан да. Міне осы мектепке түсу үшін біз әрине 2 турды өттік. Білім күніне орай мектепте салтанатты жиын өтті. Шарада сөз алған облыс әкімінің орынбасары Анархан Дүйсенова оқушыларға сәттілік тіледі. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еліміздегі білім жүйесіне жылдан жылға көңіл аударып, материалдық техникасын, базасын ұлғайтуға қомақты қаражат бөліну үстінде. Облыста білім беру саласының дамуына да жылдан артып, әр уақытта да айрықшы бірінші санаттағы мәселелердің бірі болып қаралады. Бұл мектепке Қызылжар өңіріндегі сабақты үздік оқитын 500-ге жуық талантты балалар қабылданды. Тереңдетілген білім беретін оқу ордасында шәкірттер 7-ден 11 сынып аралығында білім алады. Бүкіл дүние жүзі бойынша қандай жоғарғы үлгідегі білім дамыту лабораториялары бар, осылардың барлығы осы мектепте шоғырландырылған. Іріктеуден өтіп, межеден өткен балаларға бірінші президенттің өркен гранты тағайындалды. Жалпы біздің мектепте оқитын оқушылар үшін жаратылыстану математикалық бағытындағы қазақстандық жаңа үлгідегі жасалған бағдарламаларымен оқытылады. Назарбаев зияткерлік мектебі толық бір кешенді құрайды. Аумағының өзі ат шаптырым жер. Мұнда шәкірттер сапалы білім алып қана қоймай, түрлі зерттеулермен де айналыса алады. Сондай-ақ балалардың спортпен айналысуына да жан-жақты жағдайлар жасалынған. Осындағы бірнеше спорттық залда түрлі секциялар жұмыс істейтін болады. Аманжол Нұртазин, Сағындық Сабитұлы, Төлеген Бейсенбаев, Ақпарат.